Selam dostlar, қалайсыздар? Мен YouTube kanalıma hoş geldinizdir. Sizlerle bugün Kavsar'da bugün Avatar яғни отбасының 7-ші bölümü. Таң атты. Таң атып қалыпты отырайын құрсын. Бүгін жұмысқа баруым керек. Шуын алайын. Oldum. Так жарайды. Ой, не өсіп қалды. Так, ладно. Шайны алайын аузында. Так. Болды, нормально. Мына жерден не кисем болады жұмысқа. Кейін ба? Ойбай, өткен есіп тұр. Ана кейін. Ана үріп қойын. Болды. Әкесі. Ау, не болды, айтшы тез. Мен жұмысқа кетпадым. Кеше айттым жұмысқа осылан деп. Бара бермін, іздейді ғой. Не? Аллаға қарап қойыңыз. Жарайды деп бош. Ұйықтайын деп жатсам. Телефонын айтып жасасаң болады. Соң қарайсам. Мен сізді білемін. Сотыңызды әртке қоймайтын мен. Балаға қарап кетейін. Мен айтып кетем. Нұрсилаға. Я жақсы. Құтым өлмейсіңдер, Так, қыздарым. Ой. Түріңнен сенің. Тәтті. Ойбай, не бітті бадыр. Құдай өсіп мұны өтпен қойын. Так, ладно. Қызым дейм. Қызым. Тумам, не болды? Ұйықтап жатсам. Ұйықтайсың ғой. Мен бүгін жұмысқа баратырмын. Сіңіне қарап қой жыласа тұр. Ұйықтап қала бермей. Жақсы, мама, үндемаңыз. Я. Кеттім жұмысқа. Звондап тұрамын, трубканы аладым бұл. Жақсы. Бүгін бастық келеді. Бәрі жинастырып қойын. Жақсы жинастырып қоямыз. Бүгін бастық келеді. Қадағалап барлығын түзеп отыр. Мен бастықтың жерде күтіп тұрмын. Так. Саламатсыз ба бастықтың? Саламатсыңдар ма? Саламатсыз ба бастық қалай? Саламатсың ба? Так. Саламатсыз ба бастық? Қош келдің. Қош көрдік. Так. Барлығы түгел істеп тұрмайды қарап атқаным ғой. Так, саламатсыздар ма? Неге адам қабылдамаймыз? Так, жақсы. Біз сіздің жағына қай жерін анықтайтыныз ертең рентгенге түсіретін боламыз. Сондықтан маған ертең сағат 3-те келіңіз, надарлерді ішіп жүріңіз. Жақсы, сау бол. Рахметтерге. Сау болыңыз. Так, сіз келесін шақырап жіберейін бе, врач ай? Келесін шақыра бер.
Так. Апа келіңіз. Апа. Ау, кіре беріңіз врачқа. Дәл тура жүрсек жасабас. Рахмет. Так, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіздің не мәселе туындайды? Менде көз ауруы бар. Құрғыр көзім көрмейді. Енді ше көзіңіз көрмесе, апай, саламатсыз ба? Сіз очкиңізді ауыстырасыз. Потом сізді көз тексеретінде тексеруіміз керекпіз. Так, енді қазір қалай айтсам болады. Дұрыс. Көрейік. Көзіңіздің қалай тексеретін. Маған мысалы очкиңе шешіңізші. Там көрмеймін сонда. Очки кисем чуть-чуть көреді, болайынша көрмейді. Ананы көріңізші. Мынау жақсы екен. Так, осындай сізге жасанды очки дегенде айнегі бар, осындай очки жасап беретін боламыз. Бірақ мына көзілдірікті базарға барып ауыстыруыңызды сұраймын. Минус неше? Минус 17 ау деймін. Ойбай, апа, көзіңіз қатты көрмейді ол кезде. Сіздер барып минус 17-ге көзілдірік аласыз, потом маған ертең көзілдірік алып болғаннан кейін маған келесіз, сіздерді әріптермен таныстыратын. Жақсы, рахмет дәрігерлер. Ауырмай жүріңіз ба? Рахмет, айналайын. Лаура, келесін шақыршы тезетіп. Иә, бұны Каусар ханым. Ойбай, Каусар ханым. Так, саламатсыз ба? Келіңіз, сізден не мәселе туындайды? Менде негізі ішім ауырады. Онда сіз екінші қабатқа барасыз. Жоқта сіздерді дәріге тексереді, бияқта көз ғой. Жақсы. Молодец. Мықты жұмыс істейді. Рахмет. Енді жасанды көз әйнегін алып қой, ертең апай келгенсін тексеретін боламыз. Жақсы. Рахмет, мысық. Сіздің не мәселе туындайды? Мен ішіме ауырады, күнде система ауырады. Енді жаңадан бері неге солай айтпайсыз сіз, маған, регистратаға? Жақсы, ұрыспай қой. Ладно, кіріңіз, жүріңіз, система салып береді қазір. Мына жердің несі қайда, несі? Медсестрасы дым дайын емесіндер оқырсын. Кешіріңіз, басқа жұмысқа неге кешігерсің? Сізге жазылып бет кеше. Енді уақытылы келмейсіз ба? Енді екінші рет қайталамасын, атоштарып салам. Жақсы, мынаған система салып қойдым, арғай өзің қара. Жақсы, бастық. Қайдеді. Так, бұяқтан не олады? Кеп тұрмасаң. Саламатсыз ба? Маған кім еді анау? Ринаттың төлі құжатты медикаментіне апарып қойды. Жақсы, апарып қоямын. Саламатсыз ба? Қалайсыз, жақсарып қалдыңыз ба? Саламатсың ба? Так. Жақсарып қалдым. Рахмет сіздерге аман-есен босандырып бергендер. Оқасы жоқ, бұл біздің медбикелердің өздерінің ісі. Маған рахмет айтатын қажеті жоқ. Рахмет. Саламатсыз ба? Іш ауырып тұрса неге қарамай отыр? Жүрек соғысы жақсы ма? Соғып тұр ма баландікі? Жақсы, келін жеп жатыңызшы. Бар сөйтеді енді. Жатыңыз. Так, қараймыз. Баланың сатурациясы чуть-чуть түсіп тұр екен. Ал жүрек соғысы? Жүрек соғысы нормально. Түсінікті. Мені сатурациясы нашар болып тұр. Не істейсіз, не істейміз? Дәрігер енді айтсаңызшы, еліме андай бірдеңе алып беру керек пе, дәрі керек пе?
Ya, ayrinizga dәрігерлік сатып жатсаңдар сіз аптека береді тегін. Біз ағатымыздан тегін береміз. Рахмет көп. Рахмет сіздерге. Жақсы. Тұра беріңіз. Арғы құжаттарыңызды өздеріңіз жасап, справка қашан болатыныңыз туралы жазып беріңіз. Дәрігер не істеп тұрсыз, жұмыс жасамай. Саламатсыздар ма? Саламатсыз бөтір. Саламат. Так, ота бар ма не? Жоқ, онда не істеп тұрсыздар? Жай просто. Такс. Аста бір... Алло? Я? Не? Такс, қалым үшкіл бала түсіп жатыр екен. Яғни операция жасайтын болып қалып жатсақ, тезет мына жерде дайындай беріңдер, операция жасап қалуымыз мүмкін. Аста бір бала түсіп жатыр дейді ғой. Қарап қайтын. Я, қазір келем. Так, не болып қалды тез? Бізге барылдатып қойған саған музыкасын бас тез. Бас өшіремайтын өзімді апа. Қалай өшірем енді? Сол саған бір қостырма. Такс. İşte тұрсыңдар енді апарсаңдар. Ота бөліміне. Жақсы. Халім мүшкіл. Екіншіде жан құлады, бірақ аман сияқты демалып отыр. Аман сияқты демалып отыр. Так. Апартсаңдар келесі күні өзіріне. Жақсы. Құттан сағынасың. Такс. Так, операцияны бастауымыз керек сияқты. Екінші қабаттан құлаған баланың нашар несі. Тыныс алуы, сондықтан асай беріңіздер. Так. Ой, құдай. Шиш. Қолдарыңызда перчатка бар ма? Перчатка бар ма? Такс. Балақай, сен қорқпай ұйықтай ғой, біз сенің жай ғана білдіртпей, тым сезбейтінде ұйықтап тастаймыз, атом операция жасаймыз. Дәрі беріңдер, жақсы ма? Бара берсең болады, скорыше. Ойбай. Не болып кетті қазіргі заман. Бірсе құлайды, біреу өліп қалып жатыр. Мынауың даусын басшы. Такс. Үшінші ағатқа барайын не отыр кенен операцияға менің қатысым жоқ. Қатысым бар, бірақ мен жасамауым керекпін. Такс. Бірақ не отыр. Несте отыр реграстардан қалдамай. Аста бір скорыш помощь келіп жатыр деймін, соған не беретін отчеттарын соға қадамайды. Жақсы, мен қабылдап едім. Жүріңіз, тоқтаңыз, отырыңыз. Жүріңіз, қойым. Так, мына бөлмені медсестра дайындап қойыңыз. Жақсы, қазір дайындайын бастық. Мына жерге бала жатады қазір. Жақсы. Ой. Медсестра, бәрімізден ақтайындамыз. Жақсы дайындаймын. Так, саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай? Жақсы, өзіме ұқсас бала болдым. Құтты болсын, бауы берік болсын. Бүгін түс қайтадан кейін шықсаңыз болады. Немесе бір күн ем алам десеңіз, өзіңіз білесіз енді. Жақсы. Балаңыз қалай негізі? Ауырып тұрған жоқ па, жөтеліп тұрған жоқ па? Жоқ, барлығы жақсы. Туу барысында қиындық туындады. Мен былай
Sonda ulan ya aradamның әйелінің басынан өткен. Так. Баласын қарап отырсыздар ма? Ya balasında туылғаннан шетінеп кететін сияқты болыпты. Неге? Өйткені УЗИда баланың жүрек соғысы мен сатурациясы нашар болып тұр. Енді бұны айту білмей тұрмын, енді әкесінің баласын соған деген УЗИның алғаштары екен. Бала күтіп жүрген адамдар екен. Так, сіз көңіліңіз түсірмеңіз, сіз әлі туған жоқсыз. Тумаса, главный сіз туға лайықтымын деп өзіңізді елестете беріңіз. Сонда сіз өзіңіз солай сезінсеңіз, может балаңыздың жүрегі қайтып бір қапты болып соғатын шығар, қайтып сатурация түзелетін шығар. Я доктор мен де соны айтқым келіп тұрған, мен де соны айтып бұл кісілерді жүгіп алмай отырмын. Мен бала тумайын ба сонда. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады деген ойдамын. Мен де тек жұмыстарын жалғастыра беріңіздер. Мына жақ не бөлме? Не бөлме деп қойдым, өзім санамды қапты. Так. Жұмыс қалай болып жатыр? Жақсы, жаман емес. Бүгін бір мамасы шығады сияқты. Сол ана жерде 3-ші палатада жатыр сол деймін. Сол маған қағазын бере аласың ба? Берші. Жақсы, бастық берейін. Апарып қойған кабинетке. Жақсы. Күтем тез әкеліп деп бұл жыра алмайды. Я. Қайда берсеңіздер болады, ертең келіп бір тексересіздер, потом баланың жағдайын айтып беремін. Түсірмейсіздер, уайымдамаңыздар. Айтпақшаны 3-ші палатада жатқан жоқ па? Бір басанған адам. Кеше қашан босамды ол? Кеше қателеспесем, кеше туды я, кеше түнгі 12:01-лерде. Жақсы. Қалай туды? Жақсы туды ма? Иә, жақсы туды. Бүгін рентгенге түсіріп, результатын айт ертең маған. Потом системалы ол кісіге болмайды. Қоямын, сосын ішін тексеріп жүрші. Жақсы. Балаңызды беріңіз, алатын уақыт болды. Медсестра, баласын алып кетші. Жарайды, алып кетейін, балаңызды алатын уақыт болды. Сөйтіп айтып жатыр. Кейін ұстайсыз, қорықпаңыз. Бала. Так, сіз балам деп уайымдамаңыз. Сізді қазір қарауға күнім, қараудан кейін балаңызды беретін боламыз. Наның палзон киіммен несін ауыстырып сөйтіп тұр. Жақсы, мен қазір ашып тұратын ұсқойда бір бала кетті. Қош, я. Так, өсіп тұратын жағдай емес. Так, өзімдері сайына балансыз қой. Оқтататын, дәрі беріп қойды. Бір сағат қана. Доғдыр айтса берер. Әйтеуір боқтыр жүмі. Кетші бар, айтты ғой енді. Так, сіз менімен жүріңіз, тексеріп алыңыз. Жақсы. Сен бөлмені бір бала келеді қазір еттеп. Ортадан шығады бір бала. Жақсы. Шығу керек, аман есен. Жүріңіз. Так, саламатсыз ба? Қалай болсаңдыңыз, жақсы ма? Жақсы ма бары сізде? Жақсы. Сізді рентгенге түсірем, система салам, ішіңізді қарайым болды. Ой, бала болды деп қойсыз.
Так, жыбырламаймыз, жатамыз. Ондай енді өзіңіздің денсаулығы үшін. Хотя бы төсекте дұрыс атастасыз. Так. Жүрек соғысы. Ужас. Система оймайсың, мақақта жүрек тезек. Құдай санасын. Тағы екі система қою керек әліппе. Так, қойылып жатыр ма? Я, қойыл. Ішін қарадым. Ішінде рентгенге қазір түсіремін. Ішінде барлығы жақсы, тек газ дұрыс алмаспай тұр, екеуімен алмасу керек. Және өкпедегі демек кететін қандар өкпеге кетіп жатыр. Мынаның диагноз қандай еді? Ұмытып тұрғаным ше. Диагнозы бұның қателім малформация емес пе? Я, дәл өзі малформация диагноз ғой енді. Ондай диагноз қоямыз енді, басқа амал жоқ. Менде диагноз пайда болды ма? Енді сіздің нашарлап тұру жағдайыңыз тамырға қарсы вена сондай болу керек. Жақсы. Сіз дәрігерде әзірге 10 шақты күн боласыз. Не? Мен жаңаған жақсы болып тұр едім. Ой, айтып тұрған жоқ сен. Дәлдеп қойдың ба? Я. Адам шақырады деген oldu. Адам шақыратын әркелшатық барлығы бар. Такс бала кету керек ота жақта қарақпа дейді. Так, что толтырдың ба, не істедің? Не толтырдың? Сіз мен келуші емеспін, пациент емеспін. Яқтырмен әпкем бар еді. Соны қасы болуын көрсек. Бүгін шықпайды, ол халі нашар. Не? Халі нашар. Ренжімеңіз. Халі нашар көріп болмайсыз. Ол дейтін қазір дәрігерге тексеріп жатыр. Күткіңіз келсе күте беріңіз. Жақсы, ертең келейін. Немесе кешке келуіңізге болады. Палатасына кіріп қарайсыз. Жақсы, рахмет сізге. Такс. Отчет не ұмытпаған. Бала операциядан шықты. Баланың жағдайы өте нашар, операция ойдағыдай болмаған, бірақ операция аман қалған бала, бірақ нашар халі. Тездетіп алып келіңіздер. Скорыйдың адамдары қайдан істеп жүр олар. Соларға шал жүрші алып келсін деп ема. Хорошо. Так, бастық айтып жатыр. Скорый алыңыз, бастық айтып жатыр. Баланы 3-ші этажға алып келіңіздер дейді. Өзім барасың іште. Скорый, қайдасыз? Өкінішке орай операция сәтті өтпеді, бірақ бала аман қалды. Тездетіп апарып тастау керек. Апарып тастаңдар, тездетіп жату керек қой бұған. Енді бұл енді 4-5 сағатсыз немесе 2-3 күнсіз оянбайды. Не? Сәтті өтті дейсіңдер, сәтсіз өтті дейсіңдер. Мұның ата-анасы кетіп келіп отыру керек асыда. Қазір ата-анасы бар, ойып қайтайын. Балам-ай, балам. Саламатсыз ма? Дәрігер бір өтті, қандай жаңалық бар ма, айтыңыздар. Жаңалық бар, балаңыздың операция сәтті өтті, бірақ балаңыз аман. Ойындамаңыз, балаңыз енді реанимация бөлімінде 1-2 ай жататын болады. Не, балам. Ай, балам. Негізі балаңызға не істеді?
Екіншіден құлап кетті. Жаман. Ол сабыр етіңіздер. Айтып тұрмыз ғой, балаларыңыз қайта аман деп. Реанимацияда тоқ бөлімінде демалып жатыр. Аты басқа арқылы біз демалысқа тоқтатып алатын болсақ, біз күтіп балалардың өмірі және демалысы мен жәнегі ішіндегі денсаулығы басқаша болады. Бірақ көмектесіңіздер қолдан келгенше. Біз қолдан келгенше көмектесеміз, сіздер отыр. Қайтаңыздар балаларыңызды ойымда, өздеріңізге де күш-қуат жетпей қалады. Жоқ, мен балам үшін отырамын осы жерде. Балам. Уайымдамаңыздар, балаларыңыз жақсы болады. Алла тағала аман болса екен. Құдайдан тіледім, Құдайдан. Жақсы. Так. Бақай, сен ішіп тұрсың, не бойынша? Менің қалапам. Айтшы қазақша, менің басым айналып тұр. Скорый. Жоқ, скорый. Тез жүре ғой. Тез. Қарап болдың ба, медсестрамның сағат қарап келесің. Қарап болдың ба, сен тұрайын деп жатқан ба? Ертең келіңіз сағат 3-те. Келем. Баланы жатқызыңыз. Баланың басы айналып тұр екен, система салыңыз тез. Антибиотиктен бір салып жіберіңізші. Апай, мен демалмай жатыр. Ойбай, жүрек қағасын тыңда, не істеп тұрсың? Так, сен де сондайсың. Так, жақсы, істе. Так, сіз қайта бересіз, 3-те келіңіз деп айтты ғой сізге. Соңғы рет айтамын. Мен өзім амана қолға тұрсам, балаларыңыз бәрі жақсы болады деген айтамын. Барлығы жақсы болса екен, балам. Жалғыз қана балам еді ғой. Так. Жаңа баланың құлаттарына барып қойдым ба білмеймін. Барып қойдым. Негізі жаман жағдай. Негізін дәрі беріп жатық, дәрі беріп болғаннан кейін міндетті түрде палатаға апаратын боламыз. Реанимацияға дегенде. Жақсы, тез апарыңдар. Текс болды. Реанимация результаты. Рентген результаты жаңа шықты. Той не букетті. Балам. Ана кісінің баласын алдырдыңдар. Жақсы. Баласын апарып берші. Жүре ғой, кішкентай бол. Хотя бізде бар, бізде жоқ. Сен күшті жақсы көремін. Үште бүкіл берген балаларын жақсы көріп. Балам болғанда менің шоқаны көкісіне. Так, қуанышқа орай балаңыз қасыңызға келді, бірақ 10 және 5 минут ұстайсыңыз. Жақсы, тегешке көрсем. Қалбым үшікті де ұстай аласыз ба? Не? Так, қасыңызға істемеңіз, тұрмаңыз. Verdiz be. Жақсы. Апарып қойдым.
Baş, tabii. Sizin balonlukta olacak mı isteyiz? Ay, maç bitti. Ay, var falan çok var. Dek şişavatla geldim ayacır. Dek ana bağın halini canım bu ata ettim demin cümüs vaktinden bitti. Biron bittim ya kaydım. Çok sıbartık ettim. Bu tabi. Ne oldu siz? Ayşe duram degenden geçip yolu da gazı kaçıp gitti. Niye? Atanasına ne diyeyim ben? Nasıl kaçıp gitti vay tamamen. Boş buldum. Haber mama. Sizge haberga boldum. Biz bugün işe orayı. Ne desem ekan? İmanda olsun. Жоқ. Жоқ, mümkün емес. Mümkün емес менің балапаным. Mümkün емес. Менің балапаным. Hoş buluşlamaz. Mümkün емес, mümkün емес. Sen de ırlap тұрсың ғой әкесі. Ya мен de balam-ай. Merde oturup biz izleyip gittik. Көңілдеріңізге ортақпын. Сау болыңыздар. Не? Балам. Мынау өзім бетсім білмеймін ғой. Тісім болса кел Құдайға шүкір. Шынымен де қайтып кеттім ма? Мен қайтпасам ойнайын ба осылай? Не сөздің? Біреуін бітті мен қайтам. Еш ауыз бауырларды. Мама қазір келеді. Мама қазір келеді. Ойбай, сіңілім. Жұмыс енді қиын болатын шығар. Ұзақ болады жұмыс. Сөйтінде бірінші уақытқа барайық. Жөнім. Бірінші уақытқа барайық. Мама қазір келеді. Жөнім. Тамақ жеп алдық, заказ беріп той болдық. Сөндік сүт бердім. Сен сүт жейсің ғой. Такс. Витамин жеп алдық. Мама витамин беріп тұр деді ғой. Ой, балақты тұрдым. Ой. Ay, керемет тұрмын. Есік болған шығар. Мороженое сатып екен. Ойын деп қалды. Kızlarım, ben geldim. Barısından
Kızım şu an bana bağırıp şaşkın çıksın be. Ama niye göstereceğim şu? Ay mesela şaptım. Bugün bir adam vardı. Da. Ya kız. Tidak olmadı mı? Mam. Ya. Au. Çiçek kemis. Ben karadım diyeyim. Uy bay. Da. Canı senden. Yeter basit. Ура! Ура, мама! Ты лучше, мам. Ой, canım. Oo, kelinirim әкесі қыдырайық көшеміз. Жақсы қыдырайық. Жандарым менің семья болып қыдырайық. Отбасы деген осы. Пап. Не істедіңіз білмеңіз. Телевизор қарадым бүкіл. Қой қызым енді. Қызымнан киімін ауыстырып қайтайық. Иә. Сен ба? Шынымен қызыңа көңіл бөлетін әкесі қалайша көңіл бөледі. Мен енді өз өмірімді түсіндім, кімге бөлем, кімге көңіл бөлем. Бар ойым сендерге деп. Жұмыста деп сендерді ұмытып кетіп бар. Ешін дешмей жандарым. Бап, о не дегені, сіз бізді жақсы көресіз. Біз үшін ақша тауып жұмыс істеп жүрсіз ғой. Түсінгеніңе рахмет. Так. Мен онда кино ойын, бара бердір. Жақсы бара бердір. Жүр қызым. Так, бөлмелерің мамалың жүрсін. Я, бұл папа, мамам дизайнер. Мен негіз мама дедерім. Ба. Жаным жүрегім қой. Кемін кезек. Не кесе екен мені болып оның. Пап. Вроде біреулер қызын ұмытып кетті ма жоқ па? Қызғанат болды. Бұлданып. Мен Розбеге болып жасады. Біреулер бір қызын ұмытып кеткен сияқты болды ма ана жақта ше. Қандай болды ма? Қызым, бұл кішкентай сен өсіп кетсің. Саған жақсы көремін жаным жүрегім. Бәсі. Накиыл. Мен қызым әдемі болды ғой. Ой, жаным. Қаласына алып жүрсайын. Атыншы мамаға бақ. Жүрет папа. Маманың кино шешті келіп шешті. Айтпайтын. Жақсымда. Түн болды мамаларың кеш келіп. Мамаларың қуантып ұйықтаңдар жайма. Болды беттенен сөйлем ұйықтаңдар. Ой, ұйықтап отыр ма? Папа бұнсыз жүрек бітті. Қарайым бірақ. Ақылдым менің, жүрегім менің. Ет қызым, ұйықтай ғой. Бәе қалдым, мені шашағаным бар, бұғымдықы бала қарап. Жаным жүрек. Барың ұйықтайым екен, бүгін түнімен жейші. Маман көзінше ақ келіп қалды мен. О, келдің ба? Қазір ой, айнесін ау. Ұйықтақшы. Ұйықтауға асып кетіпсің. Сен ұйықтаудан басқа тым білмейсің әкесі. Не істеймін енді ұйықтамай. Ертең жұмысқа алсам қош. Қалытын. Осымен достар біздің 7-ші бөлім отбасы 7-ші бөлімі бітті. 8, 9, 10, 12-де шығаратын болам. 12-ші бөлім өте қызықты болатын болады. Бұл негізі көп уақыт болып кетті. Мен уақытын байқамағам. 39 минут және 30 секундтарда болып жатыр. Сондықтан мен көп түсіргенімде үшін кешіріңіздер. Мен может қиып түсірем ба деп ойладым.
Ну ладно, бүгін мен үшін жартылай күшті күн болды, жартылай жаман күн болды. Өйткені бүгін отбасымыз бір-бірімізді түсінді. Сосын жұмыста бір бала қайтқаны. Достар, мені тіркеу лайк басып қолдап кетсеңіздер, рахмет сіздерге пасыматы жинап бергендеріңізге. Сіз нағыз қолдау дейтін осы ғой міне. Сіздер менің оқырмандарым барына қуанам, және түсіріп жүргеніме қуанам сіздер үшін барлығы. Сіздер үшін енді видео шығаруға дайынмын, қандай видеолар шығарайын тағы, қандай кедеймен баяна деген сияқты ғой. Қандай нәрсе шығарайын айтып кетіп отырыңыздар. Осымен біздің 7-ші бөлім аяқталды. Пока-пока.